Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі керемет, іші толықтай пісіп шығатын 5 минутта микроволновкада дайын болатын шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Әлі алда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа шиелі пирогтың рецептісі бар. Кіріп қарап жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен заттарын дайындап алдым. Таза тұрған ыдысымызға 2 дана жұмыртқаны жарып аламыз. Үстінен шекер салып, бенчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен қаймақ саламыз, оны да араластырамыз. Үстінен какаоның тағын саламыз, оны да жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнды саламыз және ысытқыш салып, жақсылап бенчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің дәл осындай сұйық болып шықты. Міне қатты қою емес, орташа болып шықты. Енді дайын сұйықтығымызды дәл осындай ыдысымыз ішін майлап құйып аламыз. Енді осыны түзулеп микроволновкаға қоямыз. Микроволновканың 5 минут деген режиміне қоямыз және міне 5 минутта дәл осындай шоколадты пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Алдын ала қалаған молочный немесе темный шоколадты алып, водяной баняда ерітіп аласыздар, немесе микроволновкада дәл осылай ерітіп, суыған пирогымыздың үстіне дәл осылай құйып шығамыз. Міне біздің шоколадты пирогымыз дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. 5 минутта дәл осындай пышный әрі әдемі, іші толықтай пісіп шығатын пирогты сіз де дайындап көріңіз. Рецепт тексерілген. Дәл осы рецепті қазіргі таңда өзім жасап келемін. Сол себепті міндетті түрде описание бөліміне жазып кететін боламын. Міндетті түрде описание бөліміне кіріп, дәл осы пирогты жасап көрсеңіздер болады, достар. Менің каналымда бұдан да басқа неше түрлі тәттілердің, оп-оңай тағамдардың, ыстық тағамдардың, пирогтардың, торттардың, декорлардың рецептісі бар. Міндетті түрде кіріп қарап жасап көріңіздер, достар. Мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.